Сәлеметсіздер ме балалар, онлайн сабаққа қош келдіңіздер. Қазір қазақ тілі сабағын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ерте дүниедегі халық астрономиясы. Яғни бүгінгі сабақтың мақсатын таныстыра өтейін. Бүгін біз екі мақсат бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші мақсатымыз мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты анықтау. Екінші мақсатымыз төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын түсіндіру. Осы мақсаттар бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Бүгінгі бағалау критерийімен таныстыра өтейін. Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттар түсінеді, төл сөзбен автор сөзін ажыратады, сөзді төлеу сөзге айналдыру жолдарын, қызметін түсінеді, төл сөзді төлеу сөзге айналдырады. Яғни осы бойынша жұмыс жасайтын боласыздар. Бізде оқулықта берілген оқылым мәтіні. Осы берілген оқылым мәтінін оқып шығасыздар да, ішіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтайтын боласыздар. Яғни бүгінгі біздің өтетініміз төл сөз бен төлеу сөз ережесімен таныстыра өтейін. Сөйлеуші тек өзі сөйлей бермей, өз сөзінің ішінде басқа біреудің айтқанын, сөйлеген сөзін келтіреді. Біреудің сөзі екі түрлі жолмен беріледі. Біріншісі, ешбір өзгеріссіз, дәл сол айтқан күйінде жеткізу, яғни оны төл сөз деп атаймыз. Мысалы, еңбек түбі береке дейді халық. Екінші жолы, сөйлеуші тарапынан өзгеріске ұшырап, тек мазмұнын сақтай отырып жеткізу. Бұны біз төлеу сөз деп атаймыз. Мысалы, халық еңбектің түбі береке екендігін айтты. Біздегі екінші тапсырма оқулықтағы мәтіндегі төл сөздерді төлеу сөздерге айналдыру. Мысалы, оны күн, ай күнтізбесі деді. Төлеу сөзге айналдырамыз, оның ай күнтізбесі екендігін айтты. Яғни сұхбат жүргіземіз біз, сұрақтарға жауап беріп, бір-бірімізден сұхбат алатын боламыз. Сағат болмаған шақта адамдар уақытты қалай белгілеген? Екінші сұрақ, сағаттың қандай түрлерін білесіңдер? Сағаттың жыл санауға қатысы бар ма, қалай ойлайсыздар? Уақыттың ең кіші бөлшегі мен үлкен бөлшегін атаңыздар. Яғни осы сұрақты қою арқылы бір-бірлеріңізбен пікір алмасатын боласыздар. Кері байланыс 3Q стратегиясы арқылы. Бүгінгі сабақта не қызық болды? Бүгінгі сабақта қандай қиындық келтірді? Яғни қандай қиындық болды бүгінгі сабақта? Үшінші, бүгінгі сабақта сіздерге не қажет болды? Үй тапсырмасы, ол оқулықта берілген 5-ші тапсырма. Ата-ананың көмегімен немесе энциклопедияларды пайдаланып, ертедегі халықтық ұғымдағы тәулік мезгілдерін ретімен жазыңыздар және оларға түсінік бере өтіңіздер. Үлгі, ақшам қараңғы түсе бастаған кез. Дәл осы үлгі бойынша тапсырманы орындайтын боласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ертең үй жұмысын толық орындайды деген сенімдемін.